Баршаңызға сәлем. Өте дәмді, хош иісті, жеңіл қытырлақ, тәтті қышқылдаммен ерекшеленетін стрий-фрай салатын дайындайтын боламын. Ол үшін тауықтың төс етін жуып тазалап алып, орташа бөліктерге кесіп аламыз. Қатты ұсақ етіп турамаңыздар. Ыдысымызға салып, маринадтап аламыз. Ол үшін 7 грамм тұз, 10 грамм картоп крахмалын, сарымсақ 20 грамм, паприка 4 грамм, 30 грамм өсімдік майын құйып, 5 грамм қант салып, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа маринадталуға қойып қоямыз. Баклажандарды жуып тазалап алып, сыртын зебра сияқты қылып, ашып тазалап аламыз. 4 бөлікке бөліп, видеодағыда көрсетілгендей кесіп аламыз. Баклажанға 2 ас қасық толтырып, картоп крахмалын салып, араластырып алып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Тауығымызды маринадталғанға дейін көкөністерімізді турап дайындап қоямыз. Алдымен жартылай ашты бұрышты тазалап алып, 2 бөлікке бөліп, жұқа жіңішке етіп тураймыз. 2 түрлі түсті қолдансаңыздар, түсі әдемі шығады. Черри қызанақтарды жуып тазалап, ортасынан бөліп аламыз. Кинзаны да жуып тазалап, кептіріп алып, жапырақтарын орташа етіп турап аламыз. Көк пиязды жуып тазалап алып, орташа етіп турап аламыз. Табаға маринадталған төс етімізді салып, жақсылап 2 жағынан қызартып қуырып аламыз. Шамамен 4-5 минуттай болады. Майды қатты қыздырып алып, баклажанды 2-3 бөлікке бөліп, қызартып, қуырып аламыз. Туралған көкөністерге төс етімізді, хрустящий баклажанды салып, бетіне 5 грамм сарымсақ, 3 грамм паприка, 1 ас қасық соя соусын, 2 ас қасық sweet chili соусын, яғни кисло-сладкий соусты қосып, ақырындап қолмен араластырып, тарелкаға салып, дастарханға қоямыз. Өте дәмді, ерекше, жеңіл, тәтті қышқыл салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап, қонақтарыңызды таң қалдырыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.